Жыл басынан бері теріс себептер бойынша 10 мемлекеттік қызметші жұмыстан босатылса, оның жетеуі сыбайлас жемқорлыққа қатысты құқық бұзушылық жасаған. Сондай-ақ енді мемлекеттік қызметші кез келген сыйлық алған үшін айыппұлға арқалап қоймай қылмыстық жазаға тартылады. Бұл туралы облыстық мемлекеттік қызмет істері департаментінің басшысы журналистермен өткен баспасөз брифингінде мәлімдеді. Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер саласында заңнаманың сақталуы бойынша 46 тексеру жүргізіліп, 5000-нан астам заң бұзушылық анықталыпты. Нәтижесінде 22 қызметшіге тәртіптік жаза қолданылған. Оның үшеуі қатаң сөгіс. Осы ретте тиісті департамент өкілдері жұмысты жүйелеу бағытындағы жаңашылдықтарды қолдануда. Мәселен, аймақтағы 5 мемлекеттік органда автоматты компьютерлік сөндіру жүйесі орнатылған. Яғни мемлекеттік қызметшілер жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін офисінде қала алмайды. Мұнан өзге 18 басқармаға кіруді бақылау және басқару құралдары орнатылыпты. Департамент басшысы брифинг барысында мемлекеттік қызметшілерге сыйлық аламын деп жазықты болып қалмауды ескертті. Айта кетейік, жыл басынан бері өңірде 8 қызметкер өз еркімен берген сыйлығынан бас тартып, оны мемлекеттік қорға өткізген. 10 мемлекеттік қызметші теріс себептер бойынша жұмыстан босатылған. Сыбайлас жемқорлық бұзушылық жасаған үшін 7 қызметкер, мемлекеттік қызметке кір келтіретін тәртіптік теріс қылық жасаған үшін 2, басқа да теріс себептермен кеткен қызметкердің саны 1. Өздеріне тәуелді мемлекеттік қызметшілер және өзге адамдардан жалпы қамқорлығы немесе қызмет бабында бетімен кетушілік үшін сыйлықтарды немесе көрсетілетін қызметтерді қабылдауы бұл заң бұзушылық болып табылады. Мемлекеттік қызметшілер 2 айлық есептік көрсеткішке дейін заңсыз сыйақы алу жағдайында заң талаптарына сәйкес 600 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.